Одан кейін былай деп ойламаңыз. Садақа деген шариғатта түсінігі не? Өте кең түсінік. Біреулер былай деп ойлайды, ақша беру ғана деп ойлайды. Олай емес. Ақша беру ол тек несі ғана? Бір шеті ғана оны. Біреу ғана. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көшеде тұрған, көлігіне мініп жатқан адамның затын жерден алып беруді садақа деп есептеген. Солай деп айтқан пайғамбарымыз. Мысалы, сен біреу көліктің үстінде тұр, қолына несі жетпей тұр, төменде тұрған затқа қол жетпей тұр. Соны алып берсең, не болып есептеледі? Садақа болып есептеледі. Екі ұрысып қалған адамның арасын жарастырсаң, ол не болып есептеледі? Садақа болып есептеледі. Жақсы сөз айту садақа болып есептеледі. Бұлардың бәрінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтқан? Садақа деп айтқан. Ең болмаса жарайды. Жақсы сөз айта алмайсың, ақша бере алмайсың, екі адамның арасын жарастыра алмайсың. Тып-тиыс жүрудің өзін пайғамбар садақа деп айтқан. Ешкімге зарарың тимей жүрудің өзіне өзінше бөлек бір садақа деген. Ешкімге зарарың тимей, жағын ешқайсысын істемей ақ қой құрсын. Ешкімге зарарың тимей жүрудің өз басы не? Садақа болып есептеледі. Осылардың барлығы садақа деген ұғымға несі деген? Кіре деген.